Қайырлы күн менің сүйікті оқырмандарым, сіздерді каналымда қош көрдім. Сіздерге ерекше дәмімен таңғалдыратын рецепті ұсынғым келеді. Ең алдымен баклажанды өзіме ыңғайлы мөлшерде турап аламын. Үстіне кукурузды крахмалды салып, араластырып 5 минутқа қойып қоямын. Тауықтың төс етін жұқа ұзыншалап кесіп аламын. Маринадтап қою үшін үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырып, бұны да 5 минутқа қойып қоямын. Маринадталып жатқан кезде болгар бұрышы мен қиярды 4 бұрышты етіп кесемін. Ыңғайлы келсе, барлық көкөністерді бірдей мөлшерде кескен абзал. Қызып тұрған майда баклажанды жұмсақ болып піскенше қуырып аламын. Бөлек табаға жаңағы маринадталған тауықтың етін үстіне чеснокты салып қуырып аламын. Болгар бұрышы, қияр және помидордың үстіне қуырылған баклажанды саламын. Қуырылған тауықтың етін саламын және шавель аскөгін саламын. Шавель болмаса, шпинат немесе петрушка, листья салата салуға болады. Соус ретінде мен кисло-сладкий соусын қолдандым. Міндетті түрде сіздің асханаңызда кисло-сладкий соусы міндетті түрде болуы керек деп ойлаймын. Бұл өте дәмді соус, кез келген маринадқа да қолдануға болады. Шамамен 1 қасық салып, барлығын жақсылап араластырамын. Бұл салатты ыстық кезінде жесеңіз дәмі деген тіл үйреді. Өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Дастарханға ұсынар алдында үстіне кішкене ғана кунжут себуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Егер сіз осы салатты жасап көрген болсаңыз, міндетті түрде комментарийға өз ойыңызбен бөлісіңіз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ.